Менің ұйғырларға айтарым бар. Ұйғыр қалқын алып келгенде біздің Қазақстанға, біздің отырған жерімізге, совхозымызға алып келгенде, мен 13-14 жасардағы қыз едім. 14-терде едім. Сол 7-8 сыныпта оқитын едім. Сол кезде ұйғырларды алып келді. Біздің 3 бөлме үйіміз бар еді. 3 бөлме үйіміздің 1 бөлмесін берді. Bir жас келіншекке, бір 25 жасында барау, бір қызы бар екен. Күйеуін Қытайлар өлтіріп қойған екен. Қамауда боршалып өлтірген бо, у берген бәйтеуір өлген екен. Сөйтіп ұйғырларды бір мәшине қылып ұйғырларды алып келді. Ой-бой, аяқтары жырым-жырым, қолдары қап-қара, беттеріне адам қарап қоймайды. Басының беттеріне қызының 1 ай тазалады ғой, менің анам 1 ай тазалады. Анасы жылауман әлек, көзінен сорасы ағып жылауман әлек. 1 ай тазалады, ақырында шашын алып тастады лесбоманан ағам. Қырып тастады, сендерге де жоғады оның бейті деп. Сөйтіп қабылдадық қой жаңағына, 1 бөлмені беріп қойдық. Біз не ішсек соны ішіп жетілді. Кегенде аяқтары ырым-жырым, қолдары қап-қара болып кеткен, киімнің бәрі жыртық, әтубайына дейін көрініп, маматайына дейін көрініп келді ғой. Бұлар сорлап келді, батсарынан бет ағып, Қытайлардың туалетін жуып, Қытайлардың әжетханасын тазалап, Қытайлардың шөп шаламын қалған құтқанын жаңағы шегіртке, шаян, бақа құмырсқаларына дейін жеп келген ұйғырлар еді, қор боп келіп еді, енді зор боп қапты ғой. Ей, ұйғырлар, көттеріңді қысыңдар, ауыздарыңды жабыңдар, көздеріңді ашыңдар. Қазақ халқына ұйғырлар бағынышты. Бұны ұмытпаңдар. Қазақтардан бір саты кем жүресіңдер. Қазақтарға, қазақ халқына бағыныштысыңдар, бұны ұмытпаңдар. Келгенде қандай боп, кім, не боп келіп едіңдер, қазір кім болып отырсыңдар. Ұмытпаңдар. 60-тан астан 70-80-ге келген қариялар бар шығар. Қариялар, неге айтпайсыңдар мұны төбеттеріңе, иттеріңе, қанжықтарыңа? Неге айтып түсіндірмейсіңдер? Жақсылығы, қазақтың жақсылығы естеріңнен шығып кетті ме? Жарты нанымызды берген біз. Сол қыз бой жетті. Сол бала ер жетті, сапқоз үй берді, сиыр берді, сауынды сиыр берді. Солардың барлығы адам болды. Сөйтіп, ана ұйғыр, мұна ұйғырманан барлығы қосылды. Сөйтіп, орыстар, ұйғырлар жиналды. Ұйғыр ауданын бере салайық шаузларға. Өңкей ұйғырларды жейдік деп, бүкіл ұйғырларды жейді. Соның өзінде ұйғырлар қырылысқан. Сен андақ, мен мұндақ, сен қандай ұйғырсын, құдай-ау, бірдеңе ұйғырсын деп, бірі менен бірі. Сондақ білген біз бұл ұйғырлардың бұзық екенін. Сонда менің әкемнің інісі, әкем ғой соғысты жоқ болып кетті, 40-шы жылы барып 45-ші жылы қат келді. Сонда ағамның інісінің бір аяғы жоқ еді. Сол кісі ферманы басқарған. Сонда айтып еді, ойпырмай, мынау ұйғыр халқын мұсылман алыңыздар деді. Жылап еңіреп келіп еді, ауқалдарым мынау. Бұлардың мінездері өте жаман екен ғой. Бірі менен бірі. Мынау 2 баласы бар, 3 баласы бар, жас 3 баласы барларға сиыр, бұзауы сиыр беріп едім. 2 баласы бар ұйғыр келіп тыныштық бермей атырмаған. О, атаңан әлеттер бұларды бекер қабылдаппыз ғой. Бұлар деген әлі бізге көрсетеді екен ғой қазағымызға деп. Ақырында бастыққа барып, бастық айтыпты, сіздің балаңыз үлкен ғой, 2 балаң үлкен. Оның 3 баласы да жас қой. Неге білмейсіз, ол сіздің ұлтыңыз. Сіздерменен бірге келген, жесір қатын, байын болса Қытайлар өлтірген екен. Өлтірді ма, ап қалды ма, қорлап атыр ма, оны біз білмейміз. Ой, ағасы, сіз сәл өзіңізге келіңіз. Үй бердік. Енді келесі де қызы жұмыс істеңіз. Сапқоздың мақтасын теріңіз. Сапқозда көгерістер егіліп атыр, жүзімдер, алмалар, соларды теріңіз, барыңыз, бақшаңа жұмыс істеңіз. Деп сол әйелге берген сиырға жабыса бермей депті. Ақырында болмаған екен тана беріпті, қыста туып береді оған. Әне, міне ұйғырлар қандай.
Міне, ұйғырлар бірін-бірінің етін жеп жүретін ұйғырлар енді келіп қазақтың иығына отырмақшы ғой. Ұйғыр ауданын өзгерту керек. Ұйғырларды егер қазақтарға бағынбайтын болсаңдар, ұйғырлар, жайларыңды табыңдар. Міне, Сарыағашта тәжіктер, бір-екі тәжік, бір қазақ жігітін өлтірген еді. 12 жанұя тәжік түнгі сағат 3 пен 4-тің арасында көшті. Оны да көшірмейтін еді. Милициялар қарады, қой, тәжік мемлекетінен ұят болады, президенттен ұят болады. Менің ұлтымды қорлапсыңдар дейді, бұлардың қылығын біліп баратыр дейсің ба? Сондай бұзық қылық екен бұлар деп түнгі сағат 3 пен 4-тің арасында 15 жанұяны көшірді. Қағанның бір өртеніп кетті. Бесікке бесіқаны тығып алған екен. Міне, сенің тәжігіңді өлтірейін, сен қандай болар екен деп жігіттер сонда аяғына жығылған екен. Анасы аяғына жығылыпты. 3 жылдан бері көрген перзентім еді, ағатай, осыны қалдырыңызшы, мен өлтірсеңізде деп. Сөйтіп тұрғанда көнбестен бесіқаманан енді бесікті көтере бергенде ақжаулықты әжесі кепті, апасы. Айналайын қазағым, менен өтсе кешір, анадан өтсе кешір. Осы баланы қалдыршы, мен өлтірсең де мейлі деп аяғының астына жатып алған екен. Оны көрген біздің балаларымыз бар. Сөйтіп, ой, ана жанай, болмайтын жерге пышақ ұрдың ғой, мыналарды баста тимадыңдар ма, сондай бұзық қалқы екесіңдер ғой, депті дағыны бесікті шалқ еткізіп тастай салған екен. Әне, біздің қазақта әлде де болса мейірім бар. Егер сол күн сендердің қазақтың басына түссе, сендер тура өртейсіңдер. Баланы да, шағаны да, қатын қалашты да өртейсіңдер сендер. Сендерде Қытайдың қаны бар. Сендер әбден қытайласып кеткесіңдер. Қытайдың жуындысын жеп үйренгесіңдер. Жуындысын ішіп, табағын жалап жүріп, енді келіп, адам болғанда қазақтарға тештік бермей жүрсіңдер. Көттеріңді қысыңдар, ауыздарыңды жамыңдар. Бір елі ауызға екелі қақпақ қойыңдар. Әлпек би менен Кенесары қасымда, Кенесары қанда қандай әкеңнің ақысы бар? Оның кім екенін сен қайдан білесің? Қанжық, ит, төбеттен туған қанжық. Аузыңды жап, қазақтарға тештік бер, анау еді, мынау еді демей. Не боп келіп едің, енді кім боп қапсың ғой? Адам боп қапсың ғой. Қазақтармен ойнама. Тәжіктер қандай өлген болса, өртенген болса, құд сондай боласыңдар. Тәжіктің мемлекеті бар. Олар өз мемлекетіне қашты. Сендерді кім қабылдайды? Айтшы. Айтыңдар, сендерді кім қабылдайды? Қырғыз қабылдамайды. Өзбек вообще қабылдамайды. Өзбек даже қырым татарлар, түріктерді айдады. Сендер кім бопсыңдар? Сендер сондай бұзықсыңдар. Сендердің бұзықтықтарыңды біліп, қырғызда қабылдамайды, өзбекте қабылдамайды. Кәні, сенің мемлекетің жоқ. Қайқа барасың? Айтшы, қай көрге кіресің? Қанжық. Неге сен Кенесары ондай еді, Әлпек Батыр мұндай еді, қазақтар жоқ еді? Көтіңді қыс, аузыңды жап, қанжық. Иттен туған. Сондай бұзық қалқы екесіңдер. Жасы үлкен апалар, ағалар, неге айтпайсыңдар? Осылардың аузын неге жаппайсыңдар? Не боп келіп едіңдер, қазір кім боп отырғандарыңды ұмыттыңдар ма? Қазақтың жарты наны ұрғырлар, қазақтың сүті ұрғырлар, наны ұрғырлар, асы ұрғырлар. Құдай бар болса көресіңдер әлі. Қытайлар сендерді біліп қуған. Сендерді Қытайлар кім екендеріңді, қандай екендеріңді біліп айдаған, өте жақсы болған. Міне, енді егер осы сөздеріңді, осы қылықтарыңды қоймасаңдар, кәдімгі тәжікті қандай қылды қазақтар? Сол бастарыңа келеді. Тәжіктің мемлекеті бар, қашып қалды. Сен қайға қашасың? Тауға қашасың ба, ойға қашасың ба? Айтшы, сенің мемлекетің жоқ. Сенің де, Дүнганның да мемлекет жоқ. Сондықтан көттеріңді қысып жүріңдер. Аузыңды жауып жүр. Қазақ пәленет түгенеді. Қазақтың көтін жуасын скоро, жақында сен қазақтың көтін жуасын, не только аяғы. Сондықтан аузыңды жап, көтіңді қыс, оң жақ солға жағыңа қара. Қазаққа бағынышты екендеріңді ұмытпа. Қазақтан бір саты, 10 саты кейін жүретіндеріңді ұмытпаңдар. Жақсылықты ұмытқан ит. Күшікті бағып едім, өзімді қапты.
аялап қанатымның астына алып едім, өзімді атты деген нағыз өзі боласыңдар, хайуан. Ақын мақының менен құрып кеткірлер. Сен ақынсың, мен мақынмын, пәлен түгенде біріңмен бірің қырылған. Қырылысқасындар, мен әлі есімде. Ағам айтып келген, ойбай, бұлар жаман екен ғой, ақындары бар екен. Ақындары ең жаман екен, онан кейінгілері де бар екен. Бұлардың бәрі бұзық екен. Ойпырмай, қазағымыз әлдағандай болар екен. Мыналар шексіз екен ғой, бұзық екен деген. Сендердің балаларың орысын тоқиды. Қазақсын тоқтасын. Қазақстанда тұрсын ба, қазақша сөйлейсін. Қазақтың аяғын жуасын, көтін жуасын скоро. Ұмытпа. Осыны ұмытпа сен. Қазақ халқының ашуына тиме. Ашуына тиетін болсаң, шыдамында шегі бар. Ұйғыр ауданы өзгереді. Бүкіл қазақ аласыңдар. Көшелеріңде қазақтың аты болады. Жергілікті. Ұйғыр ауданында қазақша болады. Міне, шыдасаң осы, шыдамасаң кет. Қайқа кетесің кәні? Кететін жерің бар ма? Баратын жерің бар ма? Қытай өлтіреді. Қытайыңа кет. Өлмесең өмірем қат. Хайуан, қанжық. Айтқан сөзін қара. Әлпегін кім еді, Кеңесарың кім еді, қазақтар жоқ еді. Айуан, тілін кесілер, қанжық. Настоящий иттің қанжығы екесін, сен адамның емес, иттің қанжығы екесін. Скотина, аузыңды жап, көтіңді қыс, екелі ауызға бірелі қақпақ қойып сөйле. Қазақтың жақсылығы көзіңнен шыққырлар. Әні, Әзербайжандар, армяндар біздің жақсылығымызды біліп отыр, шешендер. Бастарыңа түссе біз бармыз деп отыр әлден. Осы уақыттан айтып отыр. Құдай қазақтың басына түсірмесін. Түсірсе сендер бірінші болып сатасыңдар. Бірінші болып аттанасыңдар қазаққа қарай. Білдің бе? Сондықтан тыныш жүргендерің жақсы болады. Үндемеген сайын басымызға шығып кеттіңдер ғой. Кетіңдер кететін жерлеріңе. Немесе көттеріңді қысыңдар. Тыныш қана жүріңдер. Ақсақалдарың бар ма? Олар да төбетке айланып кеткен ба? Неге қазақтың жақсылығын айтып түсіндірмейсіңдер мына төбеттеріңе, иттеріңе, қанжықтарыңа? Аузын жабыңдар. Мына ұйғырдың қатанын тауып алу керек. Тауып алып, қазақ халқының біздің ата-бабамызға жаман сөз айтқаны үшін бұны қамау керек, соттау керек, немесе салық салу керек, штраф салу керек. Мына қатын аузына қарап сөйлемеді ма? Қазақ халқының салт санасын, дәстүрімізге, қазақ халқымыздың мінез құлқымызға, ата-бабамызға тіл тигізді ма? Бұл қатынды тауып алып қамау керек. Немесе бұны Қазақстаннан айдап Қытайына жіберу керек, құрту керек мына қатынды. Мына әйел, мына қатын, жұрттың бәрін бұзады мына қатын. Екі ұлттың арасына жік салып отыр мына қатын. Сондықтан бұл бұзылған қатын екен, немесе сатылған екен. Біреу сен үстіп айтқын ма ақша. Сонда барып қазақтарды жерге қаратамыз деген болу керек. Алла сақтасын, біздің қазақ ешқашан жерге қарамайды. Жерге қарамайды. Біздің халқы жылағанды жуатады, құлағанды тұрғызады, жесірді жебелейді, жесірдің жағдайын жасайды. Сен сияқты мынау ұйғырлар сияқты дуана тентіреп келгендерге жақсылық істейді. Қай ұлт тентіреп келді, қай ұлт жылады, қай ұлт құлап атыр, жылап атыр, күнін көремей атыр. Соған барымызды береміз. Бар болса барымызды береміз, жоқ болса жарым береміз. Міне біздің халқымыздың қанымызға сіңген жанашырлық. Сондықтан мына қатынды тауып алу керек. Іздеп табыңдар жігіттер. Көрдің ба? Қазақ халқына, біздің бабамызға, біздің қандарымызға, біздің ел жұртымызға, толық қазақ халқына тіл тигізіп отыр мына қатын. Сондықтан бұны табыңдар азаматтар. Тауып тобасына келтіріңдер. Тауып Қытайға қарай айдаңдар. Қытай қазір бүйректеріне дейін, көздеріне дейін ойып алып сатып жатыр екен. Бұны да құды сол керек мына қатынға. Сатқын, оңбаған, нәкәс,
Құдай біледі, Қытайдың астынан шығып алып, көрмейсің ба? Бұның жіда қазақтарға тіл тигізгенін, оңбаған топас, сатқын, кәдімгі сүйек тастаған ит сияқты тентіреп келіп, күнін көремей көрмейсің ба бұның жіда қазақтарға тіл тигізіп жүрген? Табыңдар азаматтар, құртыңдар маған қатынды.